Сәлем балақай. Бүгін жаңа тақырыпты игеру үшін менің каналыма келгеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз хайуанаттар әлемінде. Ендеше сабағымызды бастайық. Оқулықты ашып қарайтын болсақ, алдымен біздің алдымыздан мына бір сурет шығады. Бұл жерден кімдерді және нені көріп тұрмыз? Бұл жерден біздер зообаққа келген адамдарды көріп тұрмыз. Зообақ дегеніміз балалар, оның ішінде жабайы аңдарды адам қолына үйретіп, қауіпті жануарларды торда ұстайтын орын. Бұл суретке қарайтын болсақ, атасы мен немересі бір-бірінен ажырап қалған. Яғни көпшілік ортада немересі мен немересін атасы жоғалтып алған. Енді бұл жерде балалар, суреттің астында қарайтын болсақ, сызба берілген. Осыған қатысты біздер сөйлем құрастыру қажетпіз. Алдыңғы сабақта өткеніміздей, бұл жерде сұраулы сөйлем және хабарлы сөйлем құрастыруымыз қажет. Бірінші сызба бойынша сұраулы сөйлем құрастыру керекпіз. Немересі: ата, сіз қайдасыз? Мен мұндамын, балам, деген атасының жауабын құрастырсақ болады. Келесі екінші бағандағы тағы да сұраулы сөйлем құрастыру қажет сызба бойынша. Немересі: ата, сіз мені көріп тұрсыз ба? Деген сұрағына атасы: иә балам, сені көрдім, деп жауап берді. Сонымен балалар, біздер қазір сұраулы сөйлем құрастырдық және оған жауап беретін хабарлы сөйлемдерді құрастырдық. Балақай, осы жерде немересі ата деп атасын шақырған кезде сөзді қалай айтты? Бөліп айтты. Біздер оны буындап айтты деп айтамыз. Сөздер бір буыннан немесе бірнеше буыннан құралады. Оны келесі тапсырма арқылы білеміз. Сөздердегі буын санын бірнеше тәсіл арқылы анықтауға болады. Біріншісі шапалақ арқылы, екіншісі сол сөздегі дауысты дыбыстар арқылы. Әрине бізге бірінші әдісі сәйкес келеді. Мысалға, мына суретте бірінші ненің суретін көріп тұрмыз? Қаздың суретін көріп тұрмыз. Кәне біздер буынды анықтайық. Қаз. Бұл сөзді біздер бөле алдық па? Жоқ, біз бұл сөздерді буынға бөле алмадық. Сондықтан ол бір буыннан тұрады екен. Келесі ненің суреті? Қасқырдың суреті. Кәне оны буынға бөліп көрейік. Қасқыр. Сонда біздер неше рет шапалақтадық? 2 рет шапалақтадық. Қасқыр деген сөз сонда 2 буыннан тұрады екен. Келесі. Енді түлкі деген сөзді көрейік. Түлкі. Неше рет шапалақтадық? 2 рет шапалақтадық. Сонда түлкі деген сөз 2 буыннан тұрады. Өзіңде балақай үйдегі әртүрлі заттарды атап, осылай шапалақтау арқылы буынға бөліп көрсең болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.